Сәлем достар. Мен өзім тұратын әжемін. Бүгін маған немерелерім келеді. Соларға магазинге барып тәттілер алып келемін. Қазір таңертең таң қалды. Астыда магазин бар. Содан продукт әкелетін боламын. Мына баспалдақтан аяғым жұмыс жасамай шаққа түсемін. Жарды өлмелеп шаққа түсіп жатырмын. Мынаяқтан астыдан подъезден кіріп кетуге болады сразу. Мындай корзина аламыз. Өзіміз шаққа жүрем бар ғой. Қатты ақшам жоқ, менің негізі бар ғой. Ұрлап кетемін шығармын, қазір кішкенесін бар ғой. Әлі сатушы келмеген. Банан алайық. Немеремка банан жейтін болады. Алма алайын, қызылынан, жасылынан алайын. 1 килограммдап алайын. Не алып алады қайттан. Яғда пицца алып бермей оқырсын. Пицца деген оқыған не қымбат тұсын. Мындан еттерді алып жіберейін. Сосын мындағы чипсиден алайық 1-3 Қазір мен немерем 5 немерем бар. 5 немеремді тамақтандыру керекпін. Өзімнің очкиім сынып жатыр. Шаққа деп енді осыларды алайын, енді ұрлап кетейін ешкім білмей тұрғанда. Камера түсірмейді шығар, енді есігін жауып кетейін. Мына жерде мороженое алайын. 1 мороженое алайын, мына жерге қойайын. Есігін жауайын. Ойбай, ешкім келмей тұрғанда тез алып кетейін құрсын. Қазір көрсе бәрі мені ұрлықшы деп соттатар. Сосын немерем кола жақсы көреді, кола алайын. Кола алайын, қызыл кола жақсы көреді өздері. Мұндай литровый соктар алайын. Манго соғы ма? Манго соғы. Өзіме тек су алайын, ато өзіме ақша қиғым келмейді. Кассыға төлеп жүрейін. Банан алдым ба мен? Алыппын ғой. Уже памятым жоқ. Кассыға өтіп, кассадан өткендей болайын. Сатушы жоқ, мынаяқта конфеттен алайын 1 штук. Ойбай, конфет жейді ғой бұлар қазір. Пакетке салып алайын десем, пакет алынбай тұр ғой, неге? Жарайды, пакетсіз бара берем мен. Пакет алынбайды екен. Ешкім көрмей тұрғанда тез кетіп қалайын. Ешкім келатқан жоқ әлі магазинге. Өзімнің 2-ші этажыма көтерілейін және сояққа барайын. Жан-жағыма қаралайын, ешкім жоқ екен. Болмаған шанс. Алып кетейін. Ойбай, ауыр екен, шаққа сүйреп жүрмін. Мына жерден құламай тез өтейін. Ойбай, мына ауыр корзинамен көтеру қиын екен. Үйіме кілтеп қойайын құрсын, ешкім көрмесін. Үйімде тамақ жоқ өзім. Немерелерім келгесін тамақ алып жатырмын өзім. Бұларды салып тастайын қазір шкафқа. Мынаны салайын шкафқа. Қалай салатын еді? Көп болды продукт алмағаны ма? Сол үшін қалай жинастыратынын ұмытып қалдым. Ал болды. Енді немерелерімді күту керек. Қазір 1-2 сағаттан келіп қалуы мүмкін олар. Ұшақпен келатқан шығар, самолетпен. Оған ең телевизор қарай тұрайын. Жаңалықтарда не болып жатыр екен. Ой, мынаяқта жүрген адамдар ұрлат деп жатыр ғой. Саламатсыз ба, не болды? Бізде таңертең таңғы 7-де бір әже ұрлап кетіпті. Продуктлар, соған қарай аласыз ба? Ол әженің мұнда тұратынын білемін. Қазір үйіне соқпасам. Үй ашық тұр екен, күлтемепті. Саламатсыз ба? Сізді айыптап жатыр астыдағы магазин. Сіз магазиннен продукт ұрлапсыз. Ойбай, мен ұрлаған жоқпын, шын айтамын. Олар өтірік айтады. Мыналар мені түрмеге жауып тастады ғой. Айттым ғой, мен ұрлаған жоқпын ештеңе деп. Мыналар неге жауып тастады мен түрмеге? Енді бұл сіздің 2-ші үйіңіз деп санасақ болады. Сіз мана ұрладыңыз, сол үшін тыныш отырыңыз осы жақта. Ал мен өзімнің жұмысымды жасаймын. Қазір басқа да заказдар түсіп жатыр мына жақта. Соларға жұмыс жасаймын. Мен шарындым, мен немерем келеді, қалай немерем